Сәлем, сіздермен Риза English. Ағылшын тілінен күніне 10 тест жауаптарын қарастыруды бастаймыз. Бірінші сабақ. Question number 1. Hello, what your name? Бұл жерде берілген сұраққа тиісті нұсқаны дұрыс қою керекпіз. Сәлем, сенің атың кім? Аудармасында тиісті жауап нұсқасын қою керекпіз. Берілген варианттар is, are, am, be. Бұл тапсырманы орындағанда негізгі зат есім name сөзіне назар аударамыз. Соған сәйкес көмекші етістер де қойылады. Ағылшын тілінде көмекші етіс, осы жақтағы көмекші етістің екі нұсқасы бар. Ол is және are. Ол singular, plural nounsқа байланысты келеді. Яғни жекеше формадағы зат есім немесе көптік формадағы зат есімдер. Мысалға, names, cities, cars дегендер біз әдетте көптік мағынаны білдіру үшін бастапқы түбірге s жұрнағын жасау арқылы көптік зат есімдер жасаймыз. Соған сәйкес көптік зат есімдермен are көмекші етісі бірге келеді. Ал is көмекші етісі бұл жекеше формадағы зат есімдермен бірге жүреді. Сонда біздің сұрағымыздың дұрыс нұсқасы Hello, what is your name? Яғни варианты дұрыс деп саналады. Question number 2. Mark 19, but Brian and Dennis 26 and 28. Бұл тұста берілген алдыңғы айтылған is, are жекеше көптік формадағы етістерді қайтадан еске түсіреміз. Яғни Марк 19-та, Брайан мен Денис, бұл жерде көптік формадағы қолданылатын көмекші етісті қою керекпіз. 26 және 28-де. Дұрыс жауабы. Яғни is жекеше формада деп айттық, are көптік формадағы зат есімдермен келеді. Жауабы A варианты болады. Mark is 19, but Brian and Dennis are 26 and 28. Next question, number 3. What this? It is umbrella. Варианттарға қарасақ, алдымен көмекші етістер жекеше және көптік формада тұр. Екінші қатарда ағылшын тіліндегі артикльдер тұр. Сұрақты жеке талдасақ, бірінші сұрақ. What this? This дегеніміз өзі бұл, мынау деп аударылады. This бұл сілтеу есімдігі, жекеше формада this болып келеді. Жекеше формада болғаннан кейін сіздермен айттық, жекеше формада біз көмекші етіс is қолданамыз. Сонда мысалға тіркес This is a car. Бұл машина деп аударылады. Не болмаса This is a book. Бұл кітап деп аударылады. Ал this бұл көптік формадағы сілтеу есімдігі, яғни мыналар немесе бұлар дегенді білдіреді. These are cars, these are books, яғни осы сілтеу есімдігінің көптік формасы. Бізде сұрақта жеке формасы берілгеннен тиісті көмекші етіс бізде жеке формада келетін is етісті келу керек. Екінші, it's umbrella. Жалпы сіздерге белгілі ағылшын тілінде артикльдердің үш түрі бар. A, N және Z артиклі. Бірақта өзінен кейінгі тұрған зат есімнің дауыстыдан немесе дауыссыздан басталуына байланысты A және N артиклі осы ерекшелікті пайдаланып қолданылады. A артиклі өзінен кейін тұрған сөз дауыссыздан басталса қолданылса, N артиклі өзінен кейін тұрған сөз
дауыстыдан басталғанын талап етеді. Мысалы, a book, a car, a key. An apple, an airport, an accident. Бізге берілген тапсырмада it's umbrella. Бұл жерде назар аударсақ, you бұл дауысты әріп, сондықтан бізге өзінен кейін дауыстыдан басталатын артикль қажет болады. Ол тиісті артикліміз біз үшін an болып табылады. Олай болса, бұл тесттің дұрыс жауабы what is this? Бұл не? It's an umbrella. Бұл қолшатыр. C варианты дұрыс деп есептелінеді. Question number 4. Toyota's Japanese. Бос тұрған кеңістікке тиісті сөзді не болмаса көмекші етісті қою керекпіз. Бұл жерде алдыңғы айтып өткен жекеше және көптік формадағы зат есімдер және де соған сәйкес қолданылатын көмекші етіс түрлерін еске аламыз. Toyota's бұл көптік формада тұр. Көптік формадан кейін қандай көмекші етіс келеді еске түсіреміз. Japanese, яғни жапондық, келесі зат есімде дауысты келесі зат есім өзінен кейін көптік форманы талап етеді. Өйткені Toyotалар деп аударып тұрмыз, иә? Қайталасақ, is жекеше формадағы зат есімдерді талап етсе, are көптік формадағы зат есімдерді талап етеді. Ал ағылшын тілінде көптікті білдіру үшін біз зат есімге s көптік жалғауын қосу арқылы жасаймыз. Жеке формада a book, көптік формада books. Жеке формада an apple, көптік формада apples болып өзгереді. Соған сәйкес сұрағымыздың жауабы C варианты болып табылады. Toyotas are Japanese cars. Toyotалар жапондық машиналар. Question number 5. What is she is a bank manager? Бұл жерде біз оның жұмысы қандай? Ол банк менеджері дегенді, оның жұмысы деген сөзді табу керекпіз. Есімдіктерге тоқталсақ, мысалға, he, she-ді біз әдетте үшеуде ол деп аударылады деп айтамыз, иә? He ер адамға, she әйел адамға, it заттарға немесе жануарларға қолданамыз. Ал оның деген үшеуінде де осыған сәйкес өзгереді жіктелу барысында. Ер адамдікі his, мысалға, оның машинасы, his car. Әйел адам she, есімдігі her өзгереді. Оның мысалға сөмкесі her bag. Its болып өзгереді. Мысалға, оның ойыншығы, мысалға, иттің ойыншығы бар болуы мүмкін, иә? It's toy. Берілуіне қайтадан қарасақ, бұл жерде бізге подсказка дейді ғой, she деген подсказка беріп тұр. Яғни біз әйел адамға арналған оның формасын қолдану керекпіз. She-дің оның деп жіктелгендегі формасы ол бізде her. Соған сәйкес жауабымыз what is her job деп өзгереді. Яғни дұрыс нұсқа D жауабы. Question number 6. Бұл жерде сандарды еске түсіру керекпіз. Сандарды қарап шықсақ, 1-ден 30-ға дейінгі. 0, біз 0 дейміз, бірақ та телефон номерін айтқан кезде, пәтер номерін айтқан кезде біз O деп дыбыстаймыз.
Мысалға, менің номерім 8707 деп басталады деп айтамыз. My telephone number is 707 деп айтамыз. Еш уақытта 707 деп телефон номерін айтқанда қолданбаймыз. Zero тек қана жекеше формада, басқа атауларда сандық арифметикалық қолданыстарда қолданылады, ал телефон атауы, пәтер атауында біз O деп дыбыстаймыз. Сандарды қайталасақ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12. Келесі 13 пен 19 аралығын есте ұстаңыздар. Бұлардың соңғы аяқталатын буыны тин деп ын дыбысын дыбысталуымен аяқталады. Студенттер әдетте көп шатысады, ти деп аяқтап. Егерде бұны ти деп аяқтайтын болсаңыздар, яғни окончанияны 20-лық, 30-ды, 40-тық деген мағынаны білдіріп кетеді. 13, 14, 15, бұл 15 емес, 15, 16, 17, 18, 19. 20-дан ары қарай ондықтар 20, 30, 40, 50. Турамна буындар 30, 40, 50. Бірақ окончаниясы, яғни соңғы буыны тимен аяқталады. Сондықтан 13 пен 19 аралығындағы сандардың окончаниясы тен екенін еш уақытта ұмытпаймыз. Және де оны спикинг барысында үнемі ыңды дыбыстау керек. Соған сәйкес сұрағымыздың дұрыс варианты C варианты болып табылады. 0, 2, 11, 18, 20. Келесі сұрақ. Your name Eliza? No. Бұл жерде біз бұлай қою керекпіз. Оның аты, оның есімі Элиза ма? Сұраулы формада. Және де жоқ, олай емес. Ол үшін ағылшын тіліндегі сұрақтардың екіге бөлінетін білу керекпіз. Яғни ағылшын тілінде барлық сұрақтар жалпылама екі топқа бөлінеді. Біріншісі WH questions деп аталады, бірінші топ, екіншісі yes, no questions деп аталады. WH questions бұған, яғни WH-тан немесе жай ғана H-тан басталатын сөздерден басталатын толық сөйлемдер болып табылады. Мысалға, оларға what, where, when, how, why, how many, how much, how long деген сияқты сөз тіркестерін айтуымызға болады. Мысалға, what time do you get up? Сен сағат нешеде тұрасың? When do your siblings go to school? Сенің бауырларың мектепке қай уақытта барады? Және де WH question'дардың ерекшелігі, yes, no question'стан ерекшелігі, бұлар өзінен кейінгі жауапты толық болуын талап етеді. Мысалға, бірінші сұрағымыз what time do you get up? Сен сағат нешеде тұрасың? Яғни сіз толық сөйлем құрау керексіз. Мен сағат 9-да тұрамын. I get up at 9 o'clock деп. Ал мысалға екіншісін қарастырсақ. When do your siblings go to school? Сенің бауырларың қашан немесе қай уақытта мектепке барады? They go to school in the afternoon. Яғни сөйлем толық, бастауыш, баяндауыш сөйлемнің басқа мүшелері болуы керек. Келесі yes, no questions. Бұлар yes, no questions'тер әдетте көмекші етістер арқылы жасалады. Әр шақтың өзінің көмекші етістері бар. Мысалға, present simple'да бізде көмекші етістер do, does, past simple'да did, perfect'те have, has, continuous'та am, is, are көмекші етістер болып табылады. Yes, no questions, WH questionspен салыстырғанда өзінен кейінгі жауаптары қысқа келеді. Я немесе жоқ. Yes, no деп келеді.
Мысалы, do you work at night? Сен түнде жұмыс істейсің ба? Бұл жалпылама сұрақ, яғни сіздің жұмысыңыз түнгі уақытта ма? Жауабыңыз жоқ болса, no, I don't. No болғаннан кейін көмекші етісту, көмекші етістігін болымсыз формаға қоясыз. No, I don't. Егер де иә, солай болса, yes, I do. Яғни, иә, мен солай жұмыс істеймін дегенді білдіреді. Yes, I do work at night деп толық жазудың қажеті жоқ. Yes, I do десеңіз жеткілікті, толық мағынасы білдіреді. Келесі, өткен шарт формада. Did she come late? Ол кеш келді ме? Яғни, мысалы, жұмыстан немесе сабақтан кеш келді ме? Я болса, жауабыңыз yes, she did. Бұл жерде назар аударсаңыздар, сұрақта қай есімдік қойылды, жауап бергенде де сол есімдікті қоюды ұмытпаймыз. Мысалға, ол жұмыстан кеш келді ме дегенде, я, ол жұмыстан кеш келді. Yes, ол дегенді білдіретін бұл жерде бізде she, әйел адам формасын білдіріп тұр. Болымды формада did. Yes, she did. Жоқ болса, no, she есімдікті қоямыз. Didтің болымсыз формасы, оған not жалғаймыз. No, she didn't. Сол сияқты тағы бір мысал, perfect формада. Have you done your homework? Сен үй жұмысыңды орындадың ба? Я болса, yes, I have. Я, мен орындадым. Жоқ болса, no, I haven't. Жоқ, мен орындаған жоқпын дегенді білдіреді. Олай болса, бізде жетінші сұрақтың дұрыс жауабы B варианты болып есептелінеді. Is your name Eliza? Оның аты Элиза ма? Я, солай. Немесе жоқ, олай емес. Бұл жерде no, she isn't. She isn't B вариантын таңдаған себебіміз бұл жерде no деген тұр, сондықтан болымсыз формада келуі керек. Question number 8. I'm home. Бұл жерде мен үйдемін деген тіркес болу керек. Жеке-жеке аударатын болсақ, in предлог ішінде дегенді білдіреді. Мысалға, коробканың ішінде, сумканың ішінде, in a bag, in a box, ал on бір нәрсенің үстінде дегенді білдіреді. On the table, ал at әдетте бір кеңістікте, бір пространствоның ішінде. From бір жерден бір жерге дейін. Орыс тілінен с деген предлогты білдіреді. Бұл жерде мен үйдемін дегенді at предлогымен бірге жүреді. Кейде тіл үйренушілер шатыстырып жатады. Мен үйдің ішіндемін ғой, неге инді қолданбаймын деп. Әдетте мен үйдемін деген, әдетте емес жалпы, мен үйдемін деген at home, at тіркесімен бірге келеді. Бұл сіздер жаттап алу керексіздер. Question number 9. There are 3 telephones, but isn't a cooker. Мұнда 3 телефондар бар. 3 телефондар, яғни көмекші көптік формадағы етістікті еске түсіреміз. Бірақ мұнда, осы жерде, мұнда, мынау деген бізде не білдіретін еді? Ештеңе, cooker, духовка жоқ. Дұрыс варианты. There are 3 telephones, but there isn't a cooker. There дегеніз осындай дегенді білдіреді. Question number 10. Yes, there are chairs, but there are not desks. Я, мұнда орындықтар бар, біраз орындықтар бар, бірақ мұнда ешқандай үстел жоқ. Біраз, ешқандай, бірнеше дегенді білдіретін сөздерге тоқталамыз. Some және any. Ағылшын тілінде some тек болымды сөйлемде ғана қолданылады. Аудармасы біраз, бірнеше дегенді білдіреді. Мысал келтірейік. I have some money. Менде біраз ақша бар.
There are some gifts under the Christmas tree. Шыршаның астында бірнеше сыйлықтар бар. Келесі any. Any еш уақытта болымды сөйлемде қолданылмайды. Ол болымсыз немесе сұраулы сөйлемдерде келеді. Болымсыз сөйлемдегі аудармасы ешқандай дегенді білдіреді. Сұраулы сөйлемдегі аудармасы қандай да бір, қайсысы болсын дегенді білдіреді. Мысал келтірейік. We don't have any olives. Бізде ешқандай зәйтүн жоқ. Ешқандай. Do you know any of these singers? Мына әншілердің қайсысын болсын? Танисың ба? Білесің бе? Қайсысын болсын? Қайталап өтейік. Some болымды сөйлемде ғана қолданылады, any болымсыз және сұраулы сөйлемде қолданылады. Соған сәйкес жауабы yes, there are some chairs, but there are not any desks. Я, мұнда біраз орындықтар бар, бірақ ешқандай да үстелдер жоқ. Сіздермен болған Риза English, күніне ағылшын тілінен 10 тест талдап отырамыз. Сабағыма жазылыңыздар, YouTube каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.